Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, бір жасағынан шығатын, өте жұмсақ, тәп-тәтті болып шығатын, әрі аз ғана уақытта тез дайын болатын банан қосылған панкейктер дайындаймыз. Қалауларыңызша ортасына осындай керемет шоколадты да қосып жасауларыңызға болады. Енді өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бананымызды жақсылап, жуып, тазалап, қабығын аршып, турап алатын боламыз. Осылай майдалап турап алғаннан кейін ыдысымызға салып, пюре сияқты езіліп кеткенше жақсылап шанышқының көмегімен езіп аламыз. Қалауыңызша блендермен де тездетіп езіп алсаңыздар болады. Енді 2 жұмыртқамызды қосамыз. Үстінен бір ас қасық шекерімізді қосып, барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз. 2 ас қасық толтырып, осылай сұйық майымызды құйып аламыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді бөлме температурасында тұрған сүтімізді қосамыз. Тағы да араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнды міндетті түрде 130 грамм қосып көріңіздер. Егер жетпеген жағдайда тағы да қосасыздар. Ұнның мөлшері жұмыртқаның көлеміне және ұнның тығыздығына байланысты өзгеруі мүмкін. Үстінен 1 шай қасық қопсықышымызды қосып, барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Қамырдың қоюлығы дәл видеодағыдай болуы қажет. Егер де қажет болған жағдайда сіздің қамырыңыз сұйық болса, онда ұн қоссаңыз болады. Ал егер де қою болып қалса, онда шамалы сүт қосып араластырып жіберсеңіздер болады. Дайын болған қамырымызды 10 минутқа тындырып қоямыз. Әзірге егер арасына шоколад қосатын болсаңыз, міндетті түрде осылай шоколадтарды бөліп, дайындап қойыңыздар. Мен осылай Қазақстан шоколадын қолдандым. Қалауыңызша жай ғана өзім пісіре берсеңіздер де болады. Бай отта қызып тұрған құрақ табамыздың үстіне бір ас қасық толтырып, осы қамырымыздан құямыз. Қасықтың көмегімен шамалы осылай дөңгелектеу форма жасаймыз. 30 секундтай ұстаймыз. 30-40 секундтан кейін беті шамалы осылай көпіршіктер пайда болып, тесіктер пайда бола бастаған кезде үстінен шоколадымызды қоямыз. Шоколадты қойған кезде осылай шамалы ғана үстінен басыңқырап жібереміз де, үстінен кішкене ғана шоколадымызды жауып тұратындай қамырымызды құйып, тағы бір 30 секундтай уақыт күтіп, одан кейін келесі бетіне аударамыз. Бетіндегі қамыры формасын ұстайтындай дәрежеде болған кезде екінші бетіне аударып аламыз. 1,5 минут уақыттай арасында біздің панкейкіміздің екінші беті де пісіп шығады. 1,5 минутта біздің панкейкіміздің асты осындай болып пісіп шығады. Панкейктер өте дәмді, өте керемет болады. Барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Мінекей, қазір сіздерге ашып көрсететін боламын. Осындай ортасы толығымен піскен, шоколады еріп тұратын кереметтей панкейктерді таңғы асқа жасап берсеңіздер, немесе 5-ні шайына жасап жейтін болсаңыздар, өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Панкейктерді осылай бананмен әсемдеп ұсындым. Үстінен осылай сахарный пудраны сеуіп, шамалы шоколадпен әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.